Сәлем, Пиндодадан алған шынымен әріге керек заттармен бөлісемін. Товарды бүгін 22 тамыз 2024 жылы ғана алдым. 8 тамыз сайттан тапсырыс бергенмін. Сатып алған бағаны жеткізу құнын Wildberries Каспий барахолка бағасымен салыстырып, қайсысы тиімді екенін жазып кетемін. Ал кеттік. Бірінші электронды ысқыш, қуаты тоқтамай 10 минутқа жетсе де өте пайдалы зат. Қайта қуаттау арқылы бірнеше жерді жуып тастадым. Күшін кетпейді, мен сияқты екі қабаттарға керек дүние екен. Каспийде бағасы 2996 теңге, Wildberries'де бағасы 3700 теңге, барахолкада 2900 теңге. Пиндодада бағасы 13,68 юань, 67-17 курсқа көбейткен кезде 919 теңгеге шықты. Салмағы небәрі 275 грамм, жеткізу сомасы 500 теңге. Сонда мен бұл затты 1419 теңгеге алдым. Жеткізу бағасымен өз құны. Ұнап қалғаны сонша басындағы щетканы бөлек алып, аппаратқа ауыстырып, басқа заттарды жууға болады. Шамамен 500 теңгеге басындағы щеткаларын сатып алуға болады Пиндодадан. Бірақ бұл 500 теңгеге жеткізу құны кірмейді. Екінші авторемень ұзартқыш, толық жүктілерге арналған, бірақ қауіпсіздік жағынан қаншалықты дұрыс бұрысын білмедім. Белдемше ұзартпасыз қарынды айналдыра ұстап тұрса, ұзартқышпен баланы езіп жіберетіндей. Бірақ қазірше қойып қойдым, алдағы уақытта қолдану мүмкін. Біздегі бағалары Wildberries'де 3590 теңге, Каспийде 5500 теңге, барахолкада, Жібек жолында, Кенжеханда осы ремень ұзартқышты мен іздеп таппай қойғанмын. Пиндодада 1153 юаньға алдым. 67-17 курсқа көбейткен кезде 774 теңге. Ал салмағы 180 грамм, жеткізу сомасы 325 теңге. Сонда мен бұл белдемшені небәрі 1099 теңгеге сатып алдым. Үшінші, пышақ қайрағыш, нағыз керек зат. Келе салып қайшы, пышақ, үйде не бар бәрін қайрап тастадым. Қосымша қайрақтары 20 дана. Егер таусылып қалса, қайрақтарыңыз Пиндодадан тағы 20 данасын тапсырысқа беруге болады. Оны да көрдім, 500 теңгеге шамамен шығады екен. Автоқайрақ мен сияқты пышақ өтпесе жүйкесі тозатын адамдарға жақсы екен. Бай қашан қайрайды екен деп күтпейсің, жұмысыңды істей бересің, қайрап аласың да. Wildberries'де бағасы 3030 теңге, Каспийде 2000 теңге, барахолкада 1500 теңгеге алуға болады екен. Ал Пиндодада 958 юань, 67-17 курсқа көбейткен кезде 649 теңге. Салмағы 275 грамм болып келді, жеткізу құны 500 теңге болды. Сол кезде мен бұны 1144 теңгеге бұл қайрақты алып отырмын. Бірақ барахолкаға барып 1500 алсам да болатын еді, бірақ қай жерінен іздеп жүрем ол барахолканың. Оның бір қайрақ үшін барахолкаға барып жүрмейсің. Төртінші алған затым сабын салып ысқыш. Бұл зат бізде сатылмайды екен. Таппадым. Wildberries'де де, Каспийде де ешқандай жерден таппадым. 3,9 юаньға шықты. Ол 262 теңге. 65 грамм салмақпен 120 теңге жеткізу құнына төледім. Сөйтіп, бұл сабын ысқыш менде 382 теңгеге шықты. Бірақ мен сияқты жұлмалап, сала салып, оңға, солға, жоғары төмен айдай бермей, шеңбермен су керек, аккуратно қолдану керек. Мен сияқты епте алмайды жансая. Бір жағын жұлып алдым. Бірақ өте ыңғайлы зат екен, маған ұнады. Сабынның өзін сабын салғышқа жеке салып жүрудің керегі жоқ. Астынан су ағып кетеді. Тағы біразын тапсырыс беремін, өте ұнады. Енді бұл заттардың бәрін базарда сандалып жүрмей, нағыз керек затты асықпай зерттеп, анықтап, үйде телефон шықып отырып, тапсырыс берген маған әлде қайда ұнайды. Артық бітіқи-шытықи көзің көрген затты ала бермейсің базардағыдай. Әрине, бірақ ол үшін 15-20 күн уақыт керек. Сол үшін керек заттарды алдын ала біліп, алдын ала тізім жасап, алдын ала тапсырыс беру керек. Сондықтан, егер сіз сондай алдын ала бәрін тапсырыс беретін болсаңыз, әрине телефон шықып отырып, үйде тапсырыс берген өте ыңғайлы. Келмеген тағы заттарым бар, ол заттарды күтудемін. Егер видео ұнаса, лөпел басып кетіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз, себебі тағы заттарға сипаттама болады.